Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Мен қайда қалғанымды білмеймін. Бұл жерде не болып жатыр? Мен шатасып кеттім. Уақыты 1956 жыл қыркүйек айының ортасы. Орны Ақмола облысы, Целиноград, кең байтақтың даласы. Күздің қара суығы ерте түскен жыл еді. Кеңес одағының түкпір-түкпірінен ағылған жастар, комсомолдық жолдамамен келген мыңдаған қыз жігіттер қазақтың кең даласын дүбірлетіп жатты. Тракторлардың гүрілі, комбайндардың шаң тозаңы, орысша, украинша әндер мен айғай-шу бұрын тек жел мен қасқырдың үні естілетін даланы мүлдем басқа әлемге айналдырған. Нина Алексеева Ленинградтан келген 19 жасар бойжеткен. Оның аппақ жүзі, көкпеңбек көздері және иығына түскен сары шашы оны басқалардан ерекшелеп тұратын. Ол нағыз идеологияға сенген комсомол қызы еді. Оның ойынша олар мұнда ұлы іс тындыруға, елді астыққа кенелтуге келді. Бірақ дала өмірі ол ойлаған романтикадан мүлдем алыс болып шықты. Бүгін бригада егістіктің ең шеткі Қасқырлы сай деп аталатын бөлігінде жұмыс істеп жатқан. Күн бұлтты, ызғарлы жел соғып тұрды. Нина дала осының полевой стан аспазшысы болып тағайындалған. Ол үлкен қазанда ботқа қайнатып, жұмысшыларға түскі ас дайындап жүрген. Нина, су бітіп қалды, деп айғайлады бригадир Виктор. Виктор Нинаға ғашық, ірі денелі, бірақ дөрекілеу жігіт. Анау сайдың түбінде бұлақ бар дейді жергілікті қазақтар. Бар, шелекпен су әкел. Нина үстіндегі жұқа күртешесін қымтанып екі шелегін алды. Виктор, алыс қой. Және күн бұзылып тұр, деді ол аспанға қарап. Көкжиектен қара қошқыл бұлттар төніп келе жатқан. Қорықпа, комсомолка. Біз коммунизм құрып жатырмыз, бораннан қорқатын заман емес. Деп күлді Виктор. Нина амалсыз жолға шықты. Егістік алқабынан ұзап, сайға қарай түсті. Даланың қаһары. Нина бұлақты тапты. Суы мұздай тұнық екен. Бірақ ол шелектерін толтырып кері бұрылғанда даланың мінезі кілт өзгерді. Алғашында жел күшейді. Сосын аспан түнеріп, бірақ сәтте ақтүтек боран басталды. Бұл қыркүйекте сирек болатын, бірақ өте қауіпті қара дауыл еді. Шаң мен қар араласқан, жел көз аштырмады. Нина жолдан адасты. Виктор, деп айғайлады ол. Бірақ оның даусын жел жұтып қойды. Ол бір бағытқа қарай жүгірді, сосын екінші жаққа. Бидай алқабы көрінбейді. Тракторлардың даусы өшіп қалған. Айнала тек ұлыған жел және сұр тұман. Қорқыныш оның жүрегін мұздай қарыды. Ленинградтың жылы пәтері, анасының пісірген бәліші есіне түсті. Мен осында өлемін бе деген ой келді. Ол әлсіреп тізесі бүгіліп жусанның арасына құлады. Тоңғаны сонша қол аяғы жансызданып бара жатты. Көзі жұмылып бара жатқанда ол жердің дүбірлегенін сезді. Қара атты адам. Тұман арасынан алып денелі қара ат пайда болды. Оның үстінде адам емес, даланың бір рухы сияқты, үстіне қасқыршы киген. Басында түлкі тымағы бар біреу отыр еді. Бұл Қайсар болатын. Қайсар 28 жастағы жергілікті қазақ, ата-бабасынан бері жылқы баққан әулеттің ұрпағы. Ол кеңес үкіметінің тың игеру саясатын аса ұнатпайтын. Жер жыртылып, жайылым тарылған сайын, ол жылқыларын тауға қарай, адам аяғы баспаған жаққа айдап әкететін. Қайсар адасқан жылқысын іздеп жүрген еді. Ол боранда далада қалған ақ құсты Нинаны көрді. Қыздың ес-түссіз жатқанын, үстіндегі киімінің жұқа екенін байқады. Ол аттан секіріп түсті. Нинаның жанына келді. Қыз көзін сәл ашты. Ол алдында тұрған қазақты көріп, үрейден айғайлағысы келді. Бірақ даусы шықпады. Ол кезде орыс жастарына жергілікті жабайылардан сақтаныңдар деп үйрететін. Қайсар ештеңе демеді. Ол орысшада дұрыс білмейтін. Ол қызды жерден жұлып алып, үстіндегі үлкен қой терісінен жасалған тонға толып орады. Сосын оны ер-тоқымның алдына өңгеріп атына мінді. Нина соңғы рет есін жиғанда, оның жерден биікке көтеріліп, бөтен еркектің құшағында аттың шабысымен бара жатқанын сезді. Мені ұрлап барады.
деген соңғы ой оның миында жарқ етті де қараңғылыққа сүңгіп кетті. Куәгер. Бұл көріністі бір-ақ адам көрді. Ол тракторшы Степан. Степан боран басталғанда тракторының моторын өшіріп кабинада отырған. Ол алыстан тұман арасынан атты адамның бірдеңені немесе біреуді өңгеріп шауып бара жатқанын көрді. Қазақ қызды алып кетті, деп күбірледі Степан. Бірақ боран күшейіп кеткендіктен ол ізіне түсе алмады. Іздеу. Боран 2 күн соқты. 3-ші күні күн ашылды. Дала аппақ қарға және лайға бөгіп жатты. Бригадир Виктор иесі шығып іздеді. Милиция келді. Аудан орталығынан тергеушілер келді. Комсомол қызы жоғалып кетті. Бұл төтенше жағдай. Степан көргенін айтты. Мен көрдім. Бір қазақ атпен келіп, оны алып кетті. Ол қарсыласты, бірақ ол оны атқа өңгеріп алды. Бұл сөз отқа май құйғандай болды. Милиция бастығы майор Громов жұдырығын түйді. Демек, ұрлау. Бұл саяси іс. Кеңес қызын жабайлар ұрлап кетті. Барлық жақын маңдағы ауылдарды тінтіңдер. Іздеу тобы құрылды. Олар жақын маңдағы қазақ ауылдарына, қыстауларға рейд жасады. Киіз үйлерді ақтарды, малшыларды тергет. Бірақ Қайсардың қыстауы ол маңда емес еді. Ол Қасқырлы сайдан әрі, таудың қуысында, тоғайдың ішінде ешкім білмейтін ескі қыстауда тұратын. Ол жаққа машина түгілі, жаяу адамның өзі зорға жететін. Бір апта өтті. Виктор Нинаның орамалын сайдың жағасынан тапты. Орамал лайға батып қалған. Нина, деп жылады Виктор. Милиция іздеуді тоқтатты. Боранда сү бөлген, сосын қасқырлар жеп қойған болуы мүмкін. Ал атты адам туралы әңгіме тракторшының қиялы шығар деген қорытынды жасалды. Бірақ іс жабылған жоқ. Адам ұрлау бабы бойынша қылмыстық іс ашық қалды. Нинаның анасына Ленинградқа хабар ошарсыз кетті деген қара қағаз жіберілді. Қыстаудағы ояну. Нина көзін ашты. Басы мең-зең. Мұрнына қойдың майының, жусанның және түтіннің иісі келді. Ол үстінде ауыр көрпелер жабылған жерде төселген төсекте жатыр екен. Бұл дөңгелек киіз үй емес, тастан қаланған, төбесі қамыспен жабылған ескі қыстаудың іші. Ортада тезек жағылған пеш жанып тұр. Нина орнынан тұрмақ болды, бірақ денесі ауырды. Есік ашылып, ішке Қайсар кірді. Оның қолында бір салым отын бар. Нина көрпені өзіне қымтап бұрышқа тығылды. Көздері шарасынан шығып кете жаздады. Жолама маған, деп айғайлады ол орысша. Мен комсомолмын. Мені іздеп жатыр. Сені түрмеге қамайды. Қайсар отынды пештің түбіне тастады. Ол Нинаға байсалды, бірақ суық көзбен қарады. Оның түрі расымен де қорқынышты еді. Қақпақ жауырында, көздері қысыңқы, бет сүйегі шығыңқы. Бірақ көзінде жауыздық жоқ, тек жабайлық бар еді. Ол үндеместен пештің үстіндегі қазаннан ағаш тостағанға сорпа құйды. Іштеді ол қазақша. Сосын орысша акцентпен қосты. Нина бас тартты. Мен сенің тамағыңды ішпеймін. Мені үйге қайтар. Виктор қайда? Қайсар үндемеді. Ол тостағанды Нинаның алдына қойды да сыртқа шығып кетті. Нина есікке ұмтылды. Ол есікті ашты. Сыртта шексіз аққар, таулар және иттер. Екі үлкен төбет ит есік алдында жатыр екен. Олар Нинаны көргенде арылдап орнынан тұрды. Нина қорыққаннан есікті жауып алды. Ол тұтқында еді. Бірақ ол әлі түсінбеді, бұл адам оны ұрлап әкелді ме, әлде ажалдан құтқарды ма. Қайсар оны боранда тауып алғанда ең жақын елді мекенге апару мүмкін емес еді. Жол жақ болды. Ол қызды аман алып қалудың жалғыз жолы өзінің қыстауына әкелу деп шешкен. Ал қазір жолдар жабық. Және Қайсар орыстардан, милициядан қорқатын. Егер ол қызды қазір апарса, сен ұрладың, сен зорладың деп соттайтынын ол іштей сезді. Сондықтан ол үнсіз қалды. Алғашқы түндер. Түн қыстаудың іші қараңғы. Тек пештегі шоқ қызарып тұр. Нина ұйықтамады.
Ол етігінің қоншында кішкентай бәкісі, пышағы бар екенін есіне түсірді. Қайсар есік жақта жерде жатыр. Ол қорылдап ұйықтап жатқан сияқты. Нина ақырын орнынан тұрды. Бәкіні қолына алды. Мен қашуым керек. Егер ол маған тиіссе, мен оны өлтіремін, немесе өзімді өлтіремін. Ол есікке қарай жылжыды. Қайсардың жанынан өтіп бара жатқанда еден сықыр етті. Қайсар көзін ашпастан: «Отыр», деді. Даусы гүрілдеп шықты. Иттер жейді. Қасқыр жейді. Дала суық. Нина дірілдеп кетті. Пышақ қолынан түсіп кетті. Қайсар аударылып түсті де ұйқысын жалғастырды. Нина жылап-жылап орнына қайта жатты. Бұл оның жаңа өмірінің бірінші аптасы ғана еді. Алда 18 жыл. Ол әлі білмейді, бұл жабайы адам оның түрмешісі ғана емес, оның тағдыры, қорғанышы және махаббаты болатынын. Бірақ әзірге тек қорқыныш пен өшпенділік уақыты 1956-1957 жылдың қысы. Орны қасқырлы сайдың арғы беті, ең тау ішіндегі қыстау. Далаға нағыз қыс келді. Ақтүтек борандар апталап соғып, қыстауды қар басып қалды. Егер мұржадан шыққан түтін болмаса, бұл жерде адам тұратынын білу мүмкін емес еді. Нинаның Ленинградтың ерке қызының өмірі тозаққа айналды деп ойлады ол басында. Біріншіден, тіл жоқ. Қайсар орысша өте нашар сөйлейтін, тек «отыр», «жейсің бе», «жоқ» деген сияқты қысқа сөздерді ғана айтатын. Ал Нина қазақша бір ауыз сөз білмейді. Екіншіден, тұрмыс. Қаланың жылы суы мен жұмсақ төсегі жоқ. Мұнда қи, тезек, жағылған пеш, иісі мүңкіген қойдың майы және суық еден. Үнсіз келісім. Алғашқайда Нина Қайсардан қатты қорықты. Ол түнде ұйықтамай қолына бәкісін қысып жататын. Ол мені зорлайды деп ойлады. Бірақ Қайсар оған саусағының ұшында тигізбеді. Ол таңертең ерте тұрып, малға кететін. Кешке шаршап келіп тамағын ішіп бірден ұйықтап қалатын. Ол Нинаға әйел ретінде емес, басқа түскен ауыртпалық немесе Құдайдың жіберген қонағы ретінде қарайтындай еді. Бір күні кешке Қайсар үлкен қызыл сандықты ашты. Ішінен бір бума ескі маталар мен әйелдің киімдерін шығарды. Бұл оның марқұм шешесінің киімдері болатын. Ол Нинаның алдына қалың мақта шалбар, камзол және жүн шұлықтарды тастады. «Ки», деді ол қысқа ғана. «Томасың?» Нина өзінің жұға комсомол юбкасы мен туфлиінің дала суығына жарамайтынын түсініп тұр еді. Ол киімдерді киді. Айнаға қараған жоқ, айнада жоқ еді, бірақ өзінің қазақ әйеліне ұқсап қалғанын сезді. Қашу. Желтоқсан айының бір ашық күні. Қайсар таңертең алыстағы жайылымға жылқыларды қайыруға кетті. Ол иттерін өзімен бірге алып кеткен еді. Нина далаға шықты. Күн жарқырап тұр. Аппақ қар көзді қарықтырады. Бұл менің мүмкіндігім. Ол еш ойланбастан Қайсар кеткен ізбен емес, кері бағытқа күнбатысқа қарай жүгірді. Оның ойынша қала сол жақта болуы керек. Қар тізеден асады. Нина ентігіп сүрініп қайта тұрып жүгірді. «Мен құтыламын. Мен бәрін айтамын», деп сыбырлады ол. Ол 2 сағат жүрді. 3 сағат жүрді. Бірақ даланың шеті де, шегі де жоқ. Айнала бірдей ақ жазық. Ешқандай баған, ешқандай жол, ешқандай түтін көрінбейді. Адасқанын түсінді. Күн бата бастады. Аяз күшейді. Нинаның аяғынан жан кетті. Ол бір төмпешіктің түбіне құлады. Кенет алыстан ұлыған дыбыс естілді. «У-у!» Қасқырлар. Нинаның денесі түршігіп кетті. Ол басын көтерді. Ай жарығы мен қар үстінде жылтыраған 2, сосын 4, сосын 6 жасыл көз пайда болды. Даланың санитарлары олжа сезді. Нина айғайлап жіберді, бірақ даусы қарлығып қалған. Қасқырлар жақындай түсті. Олар қоршауға алды. Бәрі бітті. Мамамды көрмей өлетін болдым. Бір үлкен көкжал қасқыр алға ұмтылды. Нина қолымен бетін жапты. Гүрс. Мылтық даусы тауды жаңғыртты. Көкжал ауада секірген күйі жерге домалап түсті. Қалған қасқырлар үркіп жан-жаққа қашты.
Төбе басында ат үстінде Қайсар тұр еді. Оның қолында түтіндеген шиті мылтық берданга. Ол аттан түспеді. Нинаға жақындады. Нина жылап жіберді. Ол қазір орыс па, қазақ па, бәрібір тек тірі адамды көргеніне қуанды. Қайсар аттан түсіп, оны қардан жұлып алды. Ол Нинаны ұрған жоқ, айғайлаған жоқ. Тек оның көкпеңбек болып қалған қолын ұстап, өзінің ыстық алақанымен жылытты. Ақымақ, деді ол ақырын қазақша. Өлесің ғой. Дала қателікті кешірмейді. Ол Нинаны тағы да алдына өңгеріп алды. Нина оның арқасына басын қойды. Қасқыр ішіктің иісі енді оған жиіркенішті емес, қауіпсіздіктің иісіндей сезілді. Тілдесу. Сол түні Нина қатты ауырды. Қызуы көтеріліп сандырақтады. Қайсар оны күтті. Ол қойдың майын ертіп, Нинаның арқасын, кеудесін сылады. Бұл халық емі. Шөптен жасалған тұнба ішкізді. Нина ес-түссіз жатып, «Мама, су?» деп қиналды. Қайсар оған қасықпен су беріп отырып күрсінді. «Шыда, ақ құс, шыда». Бір аптадан соң Нина аяққа тұрды. Бұл оқиға олардың арасындағы мұзды ерітті. Бір күні кешке Қайсар қабырғадан ескі домбырасын алды. Ол пештің түбінде отырып ақырын шерте бастады. Күй, мұңлы, зарлы, бірақ сондай әдемі әуен. Нина тыңдап отырып, еріксіз жылады. Бұл әуенде Қайсардың жалғыздығы, айтылмаған сыры, даланың мұңы бар еді. «Бұл не?» деп сұрады Нина орысша ымдап. «Күй», деді Қайсар көңіл толқыны. «Сенің атың кім?» Нина бірінші рет оның атын сұрады. «Қайсар». «Қайсар». Нина қайталады. «Менің атым Нина». «Нина». Қайсар басын шайқады. «Жоқ, сенің атың Нұргүл». «Нұргүл». Ол не деген? «Гүл, нұрлы гүл». «Светок, Света». Нина жымиды. Бұл оның осы үйдегі бірінші күлкісі еді. Қайсардың сыры. Көктем шықты. Қар еріп, дала қызғалдаққа толды. Нина енді қашуды ойламайтын болды. Ол түсінді, қалаға жету мүмкін емес, ал егер жетсе де, оны қазақпен тұрған деп масқаралауы мүмкін еді. Ол заманның түсінігі сондай қатал болатын. Оның үстіне ол Қайсарға бауыр басып қалды. Бір күні Қайсар оған өзінің тарихын айтып берді, жартылай орысша, жартылай ымдап. «Менің әкем бай болған. 30-шы жылдары кәмпес келеді, раскулачевание. Әкемді атты. Шешем екеуміз тауға қаштық. Шешем осында қайтыс болды. Мен совет үкіметін жек көремін. Олар менің бәрін тартып алды. Сондықтан мен жалғызбын. Егер мені тапса, байдың тұқымы деп мені де атады. Сені де тыңшы деп құртады. Біз екеуміз де бұл жүйенің жауларымыз». Нина сонда ғана түсінді. Қайсар қатыгез ұры емес, ол да өзі сияқты тағдырдың тәлкегіне түскен құрбан екен. Олар екі түрлі әлемнің адамдары болса да, енді бір қайықта еді. Сезімнің оянуы. 1957 жылдың жазы. Қайсар жайлауға шықты. Нина оған көмектесті. Ол сиыр саууды, құрт жасауды, нан пісіруді үйренді. Оның қолдары қатайып, жүзі күнге тотықты. Бір күні Қайсар аттан құлап, аяғын қатты жаралап алды. Нина оны сүйемелдеп үйге кіргізді. Оның жарасын таңып, түнімен қасында отырды. Таңертең Қайсар көзін ашты. Нина оның маңдайына суық шүберек басып отыр екен. Қайсар Нинаның қолын ұстады. «Нұргүл, сен кетпедің. Мен қайда барамын, Қайсар?» деді Нина қазақша акцентпен. «Сенің үйің менің үйім». Қайсар оны өзіне тартты. Бұл жол олардың арасындағы кедергі жойылды. Даланың заңы мен табиғаттың заңы жеңді. Орыс қызы Нина мен қазақ жігіті Қайсар ерлі зайыпты болды. Некесіз, куәліксіз, тек Құдайдың және кең даланың алдында. Бірінші бала. 1958 жыл. Қыстаудан нәрестенің жылаған даусы естілді. Нина ұл тапты. Кіндігін Қайсар өзі кесті. «Атын кім қоямыз?» деп сұрады Нина, нәрестені емізіп отырып. «Арман», деді Қайсар, «бұл біздің арманымыз». Арман қара торы, көзі көк, шешесіне тартқан бала.
Бұл бала олардың өмірін түбегейлі өзгертті. Енді Нина мүлдем Ленинградты ұмытты. Оның әлемі осы қыстау, Қайсар және кішкентай Арман болды. Бірақ олар білмейтін еді, сыртқы әлем оларды ұмытқан жоқ. Нинаның анасы Ленинградта әлі күнге дейін қызын іздеп, жоғары жаққа хат жазып жатқан болатын. Және бір күні бұл хаттар Мәскеуге жетеді. Уақыты 1960 жылдардың ортасы. Орны тау бөктеріндегі жасырын қыстау. Арада 10 жыл өтті. Қыстаудың маңы өзгермесе де, оның тұрғындары өзгерді. Қазір мұнда жалғыздық емес, балалардың күлкісі естіледі. Нина, Нұргүл, енді 29 жаста. Оның бетіне дала желінен әжім түскен, қолдары мал сауудан, жүн түтуден қатайған. Бірақ оның көзіндегі бақыт ұшқыны бұрынғыдан да жарқын. Қазір олардың 3 баласы бар. Арман 10 жаста. Әкесіне ұқсаған, ат құлағында ойнайтын, қайсар мінезді ол. Сәуле 7 жаста. Шешесінің көк көзін алған, нәзік қыз. Ермек 3 жаста. Үйдің кенжесі. Қазаққа айналу. Нина орыс тілін ұмыта бастады. Ол балалармен тек қазақша сөйлеседі. Ол енді еуропалық киім кимейді. Үстінде күлді көйлек, басында ақ жаулық, аяғында мәсі. Көршілес ауылдардың шопандары, олар өте сирек келетін, және Қайсар оларды үйге кіргізбейтін. Алыстан Қайсардың орыс әйелі бар екен деген қауесетті естісе де, оны мылқау деп ойлайтын. Себебі Қайсар адамдар келгенде Нинаға тіс жарма, киіз үйден шықпа деп қатаң бұйыратын. Бір күні Нина құрт жайып отыр еді. Арман жүгіріп келді. Апа, мама, әкем айтады, бүгін бүркіт ұстаймыз дейді. Мен барамын. Нина күлді. Бар, балам. Тек абайла. Ол баласының артынан қарап тұрып, Ленинградты есіне түсіргісі келді. Нева өзені, Эрмитаж, трамвайлар. Бірақ бұл бейнелер тұман ішіндегі түс сияқты бұлдырлап бара жатты. Оның нағыз өмірі осы иен дала, қойдың маңырағаны және балаларының иісі еді. Аспандағы қауіп. 1966 жылдың жазы. Кеңес үкіметі геологиялық барлау жұмыстарын күшейтті. Қазақстанның жер асты байлығын игеру ұранымен далаға геологтар, топографтар қаптап келді. Бір күні түскі уақыт. Қайсар мен Арман жылқыда жүрген. Нина кішкентай Ермекті ұйықтатып, Сәулемен бірге жүн түтіп отырған. Кенет аспаннан қатты гүріл естілді. Жер дірілдеп кетті. Иттер үріп, қойлар үркіп қораның бұрышына тығылды. Нина далаға жүгіріп шықты. Төбелерінен өте төмен биіктікте үлкен, жасыл түсті, қызыл жұлдызы бар тікұшақ вертолет ұшып өтті. Оның гүрілі соншалық, Нина құлағын басып қалды. Тікұшақ айналып қыстаудың үстіне қайта келді. Ұшқыштар төменге үңіліп қарады. Нинаның жүрегі табанына түсіп кетті. Олар мені тапты ма? Олар Қайсарды ұстай ма? Оның бірінші ойы құтқарыңдар деп айғайлау емес еді. Оның бірінші ойы балаларымды тартып алады. Қайсарды түрмеге қамайды, болды. Ол Сәулені құшақтап үйге жүгіріп кірді. Есікті іштен іліп алды. Апа, бұл не? Айдаһар ма? Деп жылады Сәуле. Тш! Бұл темір құс. Жаман құс. Тығылыңдар. Тікұшақ біраз айналып жүрді де, тау асып кетіп қалды. Бәлкім олар жай ғана малшының қыстауын қызықтап көрген шығар. Кешке Қайсар келді. Оның түрі бозарып кеткен. Сен көрдің бе? Деді ол аттан түсе салып. Көрдім, Қайсар. Олар жақындап қалды. Бұл геологтар. Олар жер шұқиды. Егер олар осында келсе, бәрі бітеді. Геологтардың келуі. Арада 2 апта өтті. Қорқыныш сейіле бастаған. Бір күні түсте Қайсар үйде жоқ кезде, ол алыстағы бұлаққа кеткен. Қыстаудың алдына шаңдатып, ГАЗ-69 көлігі келіп тоқтады. Нина терезеден көрді. Көліктен 3 адам түсті, 2 орыс жігіті және 1 қазақ жүргізушісі. Олардың қолдарында карта, иықтарында рюкзак бар. Нина қатып қалды. Қашуға кеш. Жасырынуға орын жоқ. Егер ол қазір шықпаса, олар үйге кіреді. Ол тез шешім қабылдады. Ол басындағы жаулығын төмен түсіріп, бетінің жартысын жапты.
үстіне ескі кір шапанын киді. Қолына бір шелек айран алды. Мен қазақ әйелімін. Мен орысша түсінбеймін. Ол сыртқа шықты. Геологтардың бірі, сақалды, көзілдір киген жігіт, шамамен Нинамен жасты, оған жақындады. Сәлеметсіз бе? Хозяйка, деді ол орысша. Біз су іздеп жүрміз. Адасып кеттік. Құдық бар ма? Нина үндемеді. Ол басын төмен салып тұрды. Оның жүрегі кеудесін жарып шыға жаздады. Бұл оның ана тілі. Ол 12 жыл бойы естімеген таза орыс тілі. Оның мен мұндамын. Мен Нинамын деп айғайлағысы келді. Бірақ көз алдына Қайсардың және балаларының бейнесі келді. Су? Деді ол қазақша даусын өзгертіп. Ана жақта. Сайдың түбінде. Геолог түсінбеді. Что он говорит? Деп сұрады ол жанындағы қазақ жүргізушіден. Жүргізуші күлді. Ол су сайда дейді. Орысша білмейтін қараңғы әйел ғой, байғұс. Жабайылар. Қараңғы әйел. Жабайы. Бұл сөздер Нинаның намысына тиді, бірақ ол рөлін жақсы ойнады. Ол шелектегі айранды оларға ұсынды. Геологтар шөлдеген екен, айранды таласа ішті. Рахмет, шешей, деді көзілдірікті жігіт. Ол қалтасынан бір уыс кәмпит шығарып, есік алдында тұрған Сәулеге берді. Мә, қызым, жей ғой. Мишка на севере. Геологтар су алып кетіп қалды. Нина олар кеткен соң жерге отыра кетті. Ол кәмпиттің қағазын алды. Онда аюдың суреті және Ленинградская кондитерская фабрика деген жазу бар еді. Ленинград. Нина кәмпит қағазын иіскеді. Одан шоколадтың және балалық шағының иісі аңқып тұрды. Ол сол күні түнімен жылады. Қайсар оның неге жылағанын сұраған жоқ. Ол кәмпит қағазын көріп бәрін түсінді. Қайсардың шешімі. Келесі күні таңертең. Қайсар аттарын ерттеп қойған екен. Нұргүл, деді ол. Жиналыңдар. Қайда? Көшеміз, бұл жер енді қауіпті. Геологтар картаға бұл қыстауды белгілеп қойды. Ертең олар тағы келеді. Немесе милиция келеді. Қайда барамыз, Қайсар? Таудан ассақ Қытай шекарасы ғой. Жоқ, одан да биікке. Қараңгүрге. Ол жерге машина бара алмайды. Нина қарсыласқан жоқ. Ол өзінің өткен өмірімен сол кәмпит қағазын пешке жағып қоштасқан еді. Олар бар мүлкін, киіз үйін түйелер мен аттарға артып, одан да терең, адам аяғы баспайтын тау қуысына көшіп кетті. Арманның сұрағы. Жолда көш келе жатқанда 10 жасар Арман шешесінің жанына келді. Апа, деді ол. Ау, балам. Кешегі орыс ағайлар саған бірдеңе деді ғой. Сен оларды түсіндің бе? Нина селк етті. Баласы байқап қалыпты. Жоқ, балам. Мен қайдан түсінейін? Сен түсіндің, апа. Сенің көзің олардың көзі сияқты көк қой. Неге біз басқа қазақтарға ұқсамаймыз? Неге әкем бізді ауылға жібермейді? Менің мектепке барғым келеді. Нина баласын құшақтады. Бұл ең қиын сұрақ еді. Балалар өсіп келеді. Оларға білім керек, қоғам керек. Қайсар екеуі оларды мәңгі жасырып ұстай алмайды. Уақыты келгенде білесің, балам. Әзірге біздің мектебіміз осы дала. Үлкен өзгерістер қарсаңында. Олар жаңа жерге, Қараңгүрге орналасты. Бұл жер тіпті жабайы, бірақ өте әдемі еді. Арада тағы бірнеше жыл өтті. 1970 жылдар келді. Арман 14-ке толды. Ол нағыз жігіт болды. Бірақ ол әкесіне қарсы шыға бастады. Ол радио қабылдағышта Қайсардың ескі спидоласы тыңдап, әлемде не болып жатқанын еститін. Ғарыш, Гагарин, айға ұшу. Алматыдағы жаңа үйлер. Әке, мен қалаға кеткім келеді. Деді бір күні Арман, мен қой бағып өмірімді өткізбеймін. Қайсар мен Нина түсінді, балапандар ұядан шықсы келеді. Және бұл ұмтылыс бір күні олардың құпиясын ашатын кілт болады. Бір күні Арман таудан қашып кетпек болды. Және ол жолда милицияның патруліне тап болады. Уақыты 1974 жыл, мамыр айы. Орны
Қараүңгір қыстауы және аудан орталығы. 1974 жыл. Арманға 16 жыл толды. Ол бойы сұңғақ, иықты, ат үстінде құлағында ойнайтын нағыз жігіт болды. Бірақ оның жүзіндегі ерекшелік қазақы болмыс пен еуропалық көк көздердің үйлесімі оны басқалардан мүлдем бөлек қылып тұратын. Қыстаудағы өмір Арманға тарлық ете бастады. Ол әкесінің ескі спидола радиосынан қала, ғарыш, мектеп, кино туралы еститін. «Әке, мен оқуым керек», деді ол бір күні кешкі аста. «Мен қалаға барғым келеді. Тракторшы болғым келеді». Қайсар үндемеді. Ол тек күрсініп шайын ішті. Нина, Нұргүл, баласына мұңайып қарады. «Балам, қалаген тас қапас. Онда адамдар бір-бірін танымайды. Осында еркінсің», деді ол, бірақ даусы сенімсіз шықты. Ол ұлының өз қанына өркениетке тартып тұрғанын сезді. Түнгі жорық. Түн ортасы. Арман ұйықтамады. Ол шешім қабылдады. «Мен тек қаланы көремін де қайтып келемін. Оларға дәлелдеймін». Ол ең жүйрік атты ерттеді. Қоржынға нан мен құрт салды. Әкесінің ескі шапанын киді. Ай жарығымен ол таудан төмен, алыста жылтырап көрінген жарықтарға аудан орталығына қарай бет алды. Ол 2 күн жүрді. 3-ші күні таң ата ол асфальт жолға шықты. Бұл оның өміріндегі бірінші көрген асфальт жол еді. Ол аттан түсіп қара жолды қолымен сипап көрді. Ары-бері Волгалар, жүк көліктері өтіп жатыр. Арман таңғалып аузын ашып қарап тұрды. Ол жолдың шетімен аудан орталығына қарай аяңдады. Ауылға кіре берісте ГАИ, мемлекеттік автоинспекция бекеті тұр еді. Жас сержант жол шетінде атпен келе жатқан, үсті басы шаң, түрі жабайлау, бірақ көзі көк баланы көріп таяқшасын көтерді. «Тоқта!» Бөлімшедегі тергеу. Арманды аудандық ішкі істер бөліміне Рофт алып келді. Кезекші милиционер майор Ермеков оған үңіле қарады. «Атың кім?» деп сұрады ол қатаң дауыспен. «Арман». «Тегің кім?» «Қайсарұлы». «Қайдан келдің?» «Таудан, Қараүңгірден». «Құжатың бар ма?» «Туу туралы куәлік». «Паспорт?» Арман басын шайқады. «Жоқ, бізде ондай қағаз жоқ». Майор Ермеков әріптесіне қарады. «Бұл не сұмдық? Совет үкіметінде 1974 жылы құжатсыз адам жүргені несі? Әлде қашып жүрген қылмыскер ме?» «Жоқ, аға. Мен қылмыскер емеспін. Мен оқуға келдім». Арман қорқып кетті. «Оқуға? Мектепке бардың ба?» «Жоқ, апам, мамам үйреткен әріпті». «Апаң кім?» Арман ойланбастан жауап берді. «Апамның аты Нұргүл». «Нұргүл?» Майор баланың түріне тағы қарады. «Сен қазаққа ұқсамайсың ғой, балам. Апаңның түрі қандай?» «Апам аппақ, көзі көк. Орыстарға ұқсайды. Бірақ қазақша сөйлейді. Ол даладан шықпайды. Әкем рұқсат етпейді». Бұл сөз майордың миында шырт еткендей болды. Аппақ әйел, көк көзді, тауда жасырынып жатыр. Құжат жоқ. Майор Ермеков ескі қызметкер еді. Ол 50-ші жылдардағы мұрағатты, архивті жақсы білетін. Оның есіне 1956 жылға тың игерушілер ісі түсті. Жоғалған комсомол қызы Нина Алексеева. Оны ұрлап кеткен деп сыбырлады майор. Ол телефонға жүгірді. «Алло, облысқа хабарласыңдар. Мұрағатты көтеріңдер. 1956 жылға жоғалған қыз туралы істі таптырыңдар. Және жедел топ дайындаңдар. Тікұшақ керек. Шындыққа жол». Арманды камераға қамап қойды. Ол жылап отырды. «Мен не бүлдірдім? Мен тек оқығым келді ғой». 1 сағаттан соң кабинетке облыстан келген КГ полковнигі кірді. Олар Арманға анасының ескі суретін, Нинаның комсомол бюллетендегі суретін көрсетті. «Мына әйелді танисың ба?» Арман суретке қарады. Жас қыз, шашы қысқа қиылған, көзінде от бар. Бұл менің апама ұқсайды. Бірақ апам қартайған орамал тағады». «Бұл кім?» «Бұл сенің анаң, балам».
Оның аты Нина. Сенің әкең оны ұрлап кеткен. Арман сенбеді. Өтірік. Әкем жақсы адам. Ол апамды жақсы көреді. Жақсы адам әйелін 18 жыл бойы тұтқында ұстамайды, деді полковник суық үнмен. Жиналыңдар. Операция басталады. Ақырғы таң. Қараүңгір қыстауы. Таңғы тыныштық. Нина сиыр сауып отыр. Қайсар аттарын суарып жүр. Сәуле мен Ермек аулада ойнауда. Нинаның жүрегінде үлкен алаңдаушылық бар. Арман жоқ. Ол кетіп қалды. Қайсар баланы іздеу керек. Ол адасып кетеді. Қайсар аспанға қарады. Ол адасқан жоқ, Нұргүл, ол өз жолын тапты. Бірақ ол біздің жолымызды кесті. Кенет сол баяғы гүріл. Бірақ бұл жолы бір емес, екі тікұшақ. Және жерден шаңдатып келе жатқан 3 УАЗ Бобик көлігі. Иттер жанұшыра үрді. Тікұшақтар қыстаудың үстіне төніп келді. Жел тұрғызып шаң боратты. Қайсар қолына шиті мылтығын алды. Нина оның қолына жабысты. Жоқ, Қайсар, атпа. Олар сені өлтіреді. Балаларды ойла. Қайсар мылтықты жерге тастады. Ол Нинаға қарады. Оның көзінде мұң бар еді. Кешір мені, аққұс, мен сені ұзақ ұстадым. Енді сен еріктісің. Милиция мен сарбаздар қоршап алды. Қаруды таста. Қолды көтер. Деп айғайлады дауыс зор айтқыш. Сарбаздар жүгіріп келіп Қайсарды жерге жатқызды. Қолына кісен салды. Сәуле мен Ермек шыңғырып жылады. Нина, Нұргүл орнында қатты да қалды. Ол қашқан жоқ, қуанған жоқ. Ол күйеуінің шаңға аунап жатқанын көріп жүрегі езілді. Кездесу. Милиция тобының арасынан майор Ермеков пен Б полковнигі шықты. Олардың жанында көзі жасаураған Арман тұр. Апа, деп айғайлады Арман. Балам. Нина оны құшақтады. Полковник Нинаға жақындады. Алексеева Нина Ивановна. Нина бұл есімді естімегелі көп болған. Ол селк етті. Мен Нұргүлмін. Жоқ, сіз Нинасыз, Ленинград қаласының тумасы. 1956 жылы жоғалғансыз. Біз сізді таптық. Сіз азатсыз. Мына жауыр жазасын алады. Полковник Қайсарды нұсқады. Қайсар басын көтеріп Нинаға қарады. Нұргүл, балаларға ие бол. Нина полковникке бұрылды. Орысша сөздерді ұмытып қалған, тілі күрмеліп. Ол жаман емес. Ол менің күйеуім. Жіберіңіздер оны. Не дейді? Полковник таңғалды. Стокгольм синдромы ма? Әйел, есіңізді жиыңыз. Ол сіздің өміріңізді ұрлады. Қайсарды УАЗға күштеп мінгізді. Нинаны және 3 баланы басқа көлікке отырғызды. Тікұшақтар ұшып кетті. Қыстау бос қалды. Есік алдында Қайсардың сынған домбырасы жатты. 18 жылдық оқшау өмір аяқталды. Енді оларды тергеу, сот және ең қиыны егеге жарылған жүрек күтіп тұр еді. Уақыты 1974 жыл, жаз. Орны облыс орталығы, тергеу изоляторы, СИЗО және прокуратура ғимараты. Қайсарды аса қауіпті қылмыскер ретінде кісендеп облыстық түрмеге қамады. Оған тағылған айыптар ауыр еді. Адам ұрлау, кәмелетке толмағанды зорлау, себебі ол кезде Нина 19-да болса да, тергеушілер оны қорғансыз күйде пайдаланды деп жазды. Заңсыз қару сақтау және кеңес азаматын қоғамнан оқшаулау. Нина мен 3 баланы облыстық ауруханаға жатқызды. Оларды дәрігерлер, психологтар тексеріп жатты. Нина үшін бұл нағыз азап болды. Аппақ қабырғалар, хлордың иісі, терезедегі торлар. Бұл оған Қайсардың жылы қыстауынан әлдеқайда суық көрінді. Балалар Сәуле мен Ермек қаладан қорқатын. Олар лифтіден шошып су ағатын шүмектен, кран бүркетін. Тек Арман ғана терезеден қалаға қызыға қарайтын. Өзін тәрсібін. Тергеушінің қысымы.
Нинаны тергеуге шақырды. Тергеуші полковник Волков үстелді ұрғылап сөйледі. Нина Ивановна, есіңізді жиыңыз. Сіз кеңес әйелісіз. Комсомолка болғансыз. Мына жабайы адам сіздің өміріңізді құртты. Жастық шағыңызды ұрлады. Неге оны қорғайсыз? Нина орысша сөздерді қиындықпен құрап баяу жауап берді. Ол мені құтқарды. Боранда ол мені өлтірген жоқ. Ол менің күйеуім. Күйеуім. Волков мырс етті. ЗАГС бар ма? Жоқ. Ол сізді күң ретінде ұстады. Құл ретінде. Сіз қорқып қалғансыз. Бұл психологиялық травма. Біз оны атамыз немесе 25 жылға қамаймыз. Нина орнынан тұрып кетті. Егер оны қамасаңыздар, мен де түрмеге отырамын. Мен одан кетпеймін. Онда балаларыңызды балалар үйіне өткіземіз. Олар жабайлар. Оларды қайта тәрбиелеу керек. Мауглилер. Бұл сөз Нинаның жүрегіне қанжардай қадалды. Балалар. Оның әлсіз тұсы. Ленинградтан келген қонақ. Бір аптадан соң Нинаны аурухананың фойесіне шақырды. Сізге туысыңыз келді. Нина дірілдеп кетті. Анасы ма? Есіктен егде тартқан, сәнді пальто киген, шашын қалалық үлгіде қидырған әйел кірді. Бұл Нинаның үлкен әпкесі, Татьяна еді. Татьяна Нинаны көргенде сөмкесін түсіріп алды. Оның алдында 37 жастағы жас әйел емес, бетін әжім басқан, қолдары күс-күс, ескі халат киген. Жанары мұңлы бір бейбақ тұр еді. Ниночка. Татьяна жүгіріп келіп, сіңлісін құшақтады. Құдай-ау, сен не болып кеткенсің? Анамыз сені күтіп қайғыдан қайтыс болды ғой. Нина мама деген сөзді естігенде еңкілдеп жылап жіберді. 18 жыл бойы жиналған сағыныш жас болып төгілді. Таня. Мама жоқ па? Жоқ, сен жоғалғаннан кейін 3 жылдан соң жүрегі тоқтап қалды. Біз сені өлді деп ойладық. Ал сен мына жабайлардың арасында. Татьяна балаларға қарады. Қара-тара арман көздері көк сәулемен ермек, олар бұрышта үрпиіп тұр. Бұлар сенің балаларың ба? Деді Татьяна жиіркенішпен. Қазақтан туған ба? Нина балаларын құшақтады. Иә, Таня, бұлар менің барым. Менің байлығым. Оларға жаман көзбен қарама. Татьяна сіңлісінің қолынан тартты. Жиналыңдар. Мен сені алып кетемін. Ленинградқа, ол жақта дәрігерлер бар, сені емдейді. Мына сұмдықты ұмытасың. Мен кетпеймін, Таня. Қайсар ше? Қайсар. Сол зорлаушыны айтасың ба? Ол түрмеде шірейді. Ол сенің өміріңді құртты. Ол мені сүйді. Нина айғайлап жіберді. Орысша акцентпен болса да анық айтты. Сендер түсінбейсіңдер. Ол мені аялады. Мен онда бақытты болдым. Татьяна есеңгіреп қалды. Ол сіңлісінің көзінен қорқынышты емес, махаббатты көрді. Бірақ қабылдай алмады. Түрмедегі кездесу. Нина прокурорға жалынып жүріп Қайсармен кездесуге рұқсат алды. Темір тордың ар жағында Қайсар отыр. Шашы алынған, жүдеген. Бірақ көзқарасы сол баяғыдай тәкаппар, дала бүркітіндей. Қайсар. Нина торға жабысты. Нұргүл, сен кетпедің бе? Жоқ, мен сені күтемін. Кет, Нұргүл, еліңе қайт. Әпкең келді деп естідім. Балаларды оқыт. Арман қаланы қалады ғой, оқысын. Мен енді шықпаймын. Маған 15 жыл береді дейді. Мен ондай уақытқа шыдамаймын. Тас қапас мені тұншықтырады. Жоқ, мен сотта сөйлеймін. Мен шындықты айтамын. Шындық ешкімге керек емес, деді Қайсар мұңайып. Оларға жау керек. Мен байдың тұқымымын, адам ұрлаушымын. Бұл жүйе мені сындырады. Тек балаларға мені жаман адам деп айтпашы. Сен ең жақсы адамсың, Қайсар. Сот процесі ашық түрде өтті. Журналистер қаптап кетті. Жабайы махаббат, 18 жыл құлдықта деген тақырыптар газеттерде жарқылдады. Прокурор Қайсарды жыртқыш аң деп атады.
Қайсар үндемеді. Ол судьяға да, халыққа да қарамады. Тек Нинаға қарап отырды. Соңғы сөз Нинаға берілді. Зал тынышталды. Нина мінберге шықты. Ол әпкесі әкелген жаңа көйлек емес, өзінің ескі, Қайсар сыйлаған камзолын киіп шықты. Ол орысша сөйледі, бірақ арасына қазақ сөздерін қосып отырды. Сіздер оны қылмыскер дейсіздер. Иә, ол мені алып кетті. Бірақ ол мені өлімнен құтқарды. 18 жыл бойы ол маған дауыс көтерген жоқ. Мен қаласам қашып кете алатын едім, бұл өтірік еді, бірақ ол Қайсарды құтқару үшін осылай деді. Мен қалдым. Өйткені мен оны сүйдім. Зал гүлдеп кетті. Егер оны соттасаңыздар, мені де соттаңыздар. Біздің 3 баламыз бар. Оларды жетім қалдырмаңыздар. Судья, егде тартқан қазақ кісі, ойланып қалды. Ол дала заңын түсінетін еді. Бірақ кеңес заңы қатал. Үкім шығарылды. Қайсар Ахметов жеңілдететін жағдайларды, әйелінің куәлігін ескере отырып, 7 жылға бас бостандығынан айырылсын. Бұл жеңіс емес еді, бірақ өлім жазасынан немесе 20 жылдан тәуір болды. Қайсарды әкетіп бара жатқанда ол айғайлады. Арман, шешеңе ие бол. Мен ораламын. Айырылысу. Соттан кейін Татьяна Нинаға ультиматум қойды. Нина, жүр Ленинградқа, Қайсар түрмеде. Сен мұнда балалармен қалай күн көресің? Жұмыс жоқ, үй жоқ. Қыстауды тартып алды. Нина ойланды. Ол балаларын аш қалдыра алмайтын еді. Жарайды, Таня, мен барамын. Бірақ уақытша. Қайсар шыққанша. Балалар оқысын, білім алсын. Вокзал, пойыз, Целиноград, Ленинград. Нина терезеден кең далаға қара. Сары дала артта қалып бара жатты. Арман жылап тұрды. Ол өзінің арманына, қалаға жетті, бірақ оның құны тым қымбат болды. Әкесі түрмеде, отбасы ойрандалды. Пойыз орнынан қозғалды. Нина жүрегінің жартысын далада тастап, суық солтүстікке кетіп бара жатты. Бірақ ол білетін, бұл соңы емес. Қасқыр өз ұясына қайта оралады. Уақыты 1974-1981 жылдар аралығы. Орны Ленинград, қазіргі Санкт-Петербург және солтүстік Қазақстан даласы. Ленинград Нинаны, Нұргүлді және оның 3 баласын жаңбырлы құшағымен қарсы алды. Үлкен қала, трамвайлардың гүрілі, биік үйлер. Бұл Нинаның балалық шағы өткен жер болса да, енді ол мұнда өзін бөтен сезінетін. Татьянаның пәтері кең болғанымен Нинаға ол тар қапас сияқты еді. Нина, шашыңды өзгерт, мына орамалды таста. Деп ұрсатын әпкесі күнде. Сен қалалық әйелсің ғой. Бірақ Нина орамалын тастамады. Түнде жастығын құшақтап Қайсардың қоңыр даусын, жусанның иісін аңсайтын. Жабайы балалардың тағдыры. Балаларға бәрінен қиын болды. Арман, Сәуле және Ермек орыс тілін білмейтін. Мектепте оларды Мауглилер деп мазақтады. Қараңдар, бұлар шанышқы ұстай алмайды. Деп күлетін сыныптастары. Бірақ Арман намыс қой еді. Ол 16 жаста бір күні өзін мазақтаған ең ірі баланы бір ұрып құлатты. Далада өскен ат үстінде шыныққан баланың жұдырығы тастай қатты болатын. Мектеп директоры Нинаны шақырды. Сіздің ұлыңыз жабайы. Оны арнайы интернатқа беру керек. Нина сонда бірінші рет орысша таза анық сөйледі. Менің ұлым жабайы емес, ол намысты. Егер оған тиіссеңдер, мен бәріңді сотқа беремін. Менің кім екенімді білесіздер ғой. 18 жыл тұтқында болған әйелмін. Журналистер мені жақсы көреді. Директор қорқып қалды. Арманға ешкім тиіспейтін болды. Айлар өтті, жылдар өтті. Балалар тілді үйренді, қалаға бейімделді. Бірақ кешкісін үшеуі бөлмеге жиналып, ақырын ғана қазақша сөйлесіп, әкелерін сағынатын. 7 жылдық күту. 1981 жыл. Қайсардың жазасын өтейтін уақыты бітті. Ол түрмеден шықты. Шашы әбден ағарған, жүзіне терең әжімдер түскен, бірақ еңсесі түспеген. Түрме қақпасының алдында оны ешкім күтіп тұрған жоқ еді. Ол солай ойлаған. Нұргүл кетті. Ол енді Нина Алексеева, қаланың ханымы. Мен сияқты сотталған қазақты не қылсын?
Қайсар вокзалға барды. Оның барар жері біреу-ақ ескі қараңгүр қыстауы. Үй қирап қалған шығар, бірақ ол оның жалғыз мекені. Ол жолға шықты. Ленинградтағы шешім. Дәл сол күні Ленинградта. Нина чемодандарды жинап жатты. Татьяна бөлмеге кіріп шошып кетті. Нина, сен не істеп жатырсың? Біз қайтамыз, Таня. Қайда? Сол жабайға ма? Ол қылмыскер ғой. Ол түрмеден енді шықты. Сен есіңнен ауысқансың ба? Нина басын көтерді. Оның көзінде жастық шағындағыдай от бар еді. Ол қылмыскер емес, Таня, ол менің балаларымның әкесі. Ол менің жарым. Мен оған сөз бергенмін. Күтемін дедім. Ал балалар ше? Арман институтты бітірді, Сәуле училищеде. Олардың болашағы ше? Бөлмеге Арман кірді. Қазір ол 23 жастағы сымбатты жігіт. Қолында дипломы бар, агроном мамандығы. Тәте, Татьяна, деді ол орысша, бірақ қазағы салмақпен. Біз шешім қабылдадық. Мен агрономмын. Маған жер керек. Ленинградтың асфальтінде мен тұншығып барамын. Біз үйге қайтамыз. Татьяна жылады, айғайлады, бірақ оларды тоқтата алмады. Қан мен топырақтың шақыруы күштірек еді. Ұлы кездесу. Күз, сары дала. Қайсар ескі қыстаудың қираған қабырғасын қалап төбесін жамап жатқан. Ол жалғыз еді. Иттері де жоқ, малы да жоқ. Тек ескі суреттер мен естеліктер. Ол от жағып шай қайнатты. Өмірім осылай өтетін шығар. Жалғыз қасқырдай ұлып өлемін. Кенет сырттан машинаның даусы естілді. Қайсар селк етті. Милиция ма? Тағы да мазалай ма? Ол сыртқа шықты. Ескі УАЗ келіп тоқтады, Арман ауданнан жалдап алған. Көліктен ең бірінші ұзын бойлы, қап-қара шашты, көк көзді жігіт түсті. Қайсар танымай қалды. Әке, деді жігіт даусы дірілдеп. Арман. Сосын көліктен бойжеткен қыз Сәуле және бозбала Ермек түсті. Ең соңында басында ақ жаулығы бар, үстінде сол баяғы ескі шапаны бар әйел түсті. Нина Нұргүл. Ол өзгермепті. Қаланың сәні оны бұза алмапты. Қайсар орнынан қозғалмады. Ол түс көріп тұрмын деп ойлады. Нина оған жақындады. Мен келдім, Қайсар, мен айттым ғой, ораламын деп. Қайсардың тізесі бүгіліп кетті. Ол жерге отыра кетіп еңкілдеп жылап жіберді. 7 жыл бойы жиналған тас түрменің қасіреті, жалғыздық, сағыныш бәрі сыртқа шықты. Нина оны құшақтады. Арман, Сәуле, Ермек бәрі әкелерін қаумалап алды. Эпилог, махаббат заңы. Бұл оқиғадан кейін көп жылдар өтті. Қайсар мен Нина, ауыл адамдары оны бәрібір Нұргүл деп атады. Сол далада үлкен шаруа қожалығын құрды. Кеңес үкіметі құлап, тәуелсіздік келгенде Арман әкесінің ісін жалғастырып, аймақтағы ең ірі фермер болды. Қайсар мен Нина қартайғанша қол ұстасып өмір сүрді. Олар туралы аңыз тарады. Орыс қызын ұрлап кеткен қазақ деген әңгіме біртіндеп даланың ең үлкен махаббаты деген дастанға айналды. Бір күні журналист келіп қартайған Нина әжейден сұрапты. Сіз өкінбейсіз бе? Ленинградта, жылы үйде, театрда жүретін өміріңізді осы шаң далаға айырбастағаныңызға. Нина әжей көк көздерін қысып күлімсіреп қазақша таза жауап беріпті. Шырағым, адамға бақыт үшін театр емес, жүрек керек. Менің театрымда, сахнамда, көрерменім де осы шаңырақ. Мен мұнда тұтқын емеспін. Мен мұнда патшайыммын. Хикаяның соңы.